Ал достар, осы жалпы сабақтардың барлығының ішінде ең оңай тақырыптардың бірі ол бизнесті тіркеу тақырыбы болып есептеледі. Сол тақырып бойынша сіздерге қысқаша бір мағлұмат берсем. Бизнесті тіркеген кезде ең алдымен еговқа кіріп, сіз шешім қабылдауыңыз керек. ИП мен жұмыс жасайсыз ба, әлде жауапкершілігі шектеулі серіктеспен жұмыс жасайсыз ба? Акционерлік қоғаммен жұмыс жасау әлі ерте, оның өзінің бір талаптары бар. Енді сізбен ИП немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестің арасында бір таңдау жасауыңыз керек, және ол таңдауды жасағаннан кейін оның айырмашылығын қысқа айтып өтетін болсам, ИП-да сіздің бір кварталдық, жарты жылдық ақша айналымыңыз 30 миллион теңгеден аспауы тиіс, ал жауапкерлігі шектеулі серіктесте 60 миллион теңгеден аспауы тиіс. Егер ол сомадан жарты жылдың ішінде ақша айналымыңыз көбейіп кетсе, сіз автоматты түрде НДС төлеуші ретінде кіретін боласыз. Енді тағы бір айырмашылығы, ИП мен жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз өзіңіздің компанияңыздың барлық операцияларына индивидуалды түрде жауапкершілікке тартыласыз. Яғни ертең бір соттық іс-шаралар болатын болса, сізді мүлкіңізбен жауап бересіз. Яғни өзіңіздің жеке атыңызда бір пәтеріңіз болса, машинеңіз болса, ал компанияңыздың қарызы болса, сол қарызды сіздің пәтеріңізбен немесе машинаңызбен алады. Ал жауапкершілігі шектеулі серіктестің айырмашылығы есе, сіздің компанияңыздың барлық проблемаларын ертең қарызға болса кетсе немесе сотқа кететін болса, сол кезде сіз өзіңіздің мүлкіңізбен жауап бермейсіз, компания мүлкімен жауап бересіз. Компанияда қандай активтер бар, сол арқылы ғана жауап бересіз. Егер қарызыңыз көп болатын болса, ол кезде банкрот болып есептеп, компанияңыздың сол ішінде қанша актив бар, соған қарап жұмыс жасайды. Яғни жауапкершілігі шектеулі серіктестің акционері ол компанияның қарыздарына өзінің мүлкімен жауап бермейді. Айырмашылығы осы. Негізі маған тиімді ол жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Біздің холдингте қазір 5 компания бар, 5-еуде жауапкершілік шектеулі серіктестік болып есептеледі. Ал енді бизнесті тіркеу үшін бірінші жаңағы сіз айттым, ИП немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік таңдайсыз. егов сайтына кіріп тіркейсіз, яғни компанияңыздың атын жазасыз, қай ауданда тіркейтініңізді жазасыз, қанша адам жұмыс жасайтын орташа жазасыз. Содан кейін сізге компанияңызды бір 10 минуттың ішінде тіркеп беріледі. Сол тіркелген қағазын алып қайтадан соңға барасыз, өзіңіздің сол компанияңыздың тіркеу ауданыңызға қарап. Кейін сол жерден подтверждение аласыз. Подтверждение алғаннан кейін сіз соның негізінде жаңағы справка дейміз ғой, справка аласыз о регистрации юридического лица. Заңды тұлғаның тіркеу жайлы бір құжат аласыз. Сол құжат негізінде компанияның жарғысын жасайсыз. Жарғысын жасау арқылы сіз шешім қабылдайсыз. Осы компанияны ашуға шештім, оның жарғысын жасауға шештім. Бұл компанияның генеральный директоры немесе директоры осы кісі болып тағайындалсын деп шештім. Осы компанияның барлық заңды қаржы мекемелерінде қорғау, мемлекеттік мекемелерді қорғау өкілеттігін беріледі деген бір шешім қабылдайсыз. Ол бір құжат, одан кейін генеральный директорге немесе директорге бұйрық шығарасыз. Осы уақыттан бастап осы лауазымға тағайындалсын деген. Сол 3 документтің негізінде кейін компанияның мөрін жасайсыз. Мөрін жасап болғаннан кейін банкке барып счет ашуға болады. Бұның барлығы енді сізге ұзақ, қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ ең оңай жолы жаңағы кішігірім бір соның қасында компания ашатын, ИП немесе ТУ ашатын бір офистер бар, кеңселер бар. Сол жерге барып, ары кетсе 15 мың теңгеңізді берсеңіз, сізге барлығын дайындап беруі мүмкін. Егер өзім айналсам десеңіз, біраз енді 2-3 күн жүгіруіңіз мүмкін. Ол бір. Қазір көптеген банктер өздері бір телефон арқылы келіп, сізге барлық счеттарыңызды ашып, өздері дайындап береді.
Бұл бизнесті тіркеудің сіздің компанияңыздың құжаттары осы негізгі 5 құжаттардан тұрады. Ол компанияның жарғысы, заңды тұлғаның тіркелді деген бір егофтан соңынан құжат, компанияның мөрі, шешімі және бұйрығы. Осы 5 құжат компанияның құжаттары болып есептеледі. Ең бас қатыратын мәселелердің бірі ол тауар белгісі немесе брендті тіркеу. Ол біраз уақытты алады, оның жолдарын қазір қысқашада түсіндіріп беруге тырысамын. Біз Сабыржан Айреннің бренді 2014 жылы қалыптасқан болса, біз 2016 жылдан бастап біздің әрбір дизайнымыз копиялар көбейіп кетті. Қырғызстанда жасалды, өзіміздің Қазақстанда жасалды. Менің есебім бойынша тек 2016 жылдың аяғында 50 мыңнан астам жейде көшірмесі шықты. Басында мен қуанатын едім, бірақ кейін біздің авторлық құқыққа біраз шығым жасалды және біздің репутация клиенттер, тұтынушыларымыз копия көшірмелерді алып, оның сапасына наразылығын танытқан соң, біз бұл істі жабуға тырысып, өзіміздің Сабыржан Айрен тауар белгісін құқығын қорғайын деп тіркеуге бас бұрған болатынбыз. Ал тіркеу барысында ең басты мәселелердің бірі ол өзінің тіркейтін бір компаниялар бар. Тауар белгісін Қазақстанның заңы бойынша және халықаралық деңгейде тіркеу өте маңызды. Ең бірінші сіз тауар белгісі дейді, логотип. Компанияның логотипі, осыны жақсы форматта сіз дайындайсыз. Логотип қандай шрифтпен жасалынады, қандай түсте болады, қандай фонда болады. Соның барлығын бір прототипін жасап, жаңағы компанияға бересіз, немесе өзіңіз жүгіруіңіз мүмкін, өзіңіз жасауыңыз мүмкін бұл барлық құжаттарды. Сіз құжаттарды тапсырғаннан кейін осы логотип немесе тауар белгісі мына компанияға тиесілі деп бірінші дәлелдейсіз. Дәлелдеген соң сіз оны құжаттарды қарастыруға бересіз. Яғни бұл қазір қалай аталатынын білмеймін, Қазақстанның мемлекеттік авторлық құқықтарды қорғау агенттігі деп есептелетін шығар. Сондай бір нәрсе. Сіз құжаттарыңызды тапсырған соң, сіздің құжаттарыңыз 1 жыл қарастырылады. Енді қарап отыратын болсаңыз, егер біз 2016 жылы тапсырған болсақ, 2016 жылдың ішінде басқа кез келген компания Сабыржан Айрен деп ашып істей беруге құқығы бар. Өйткені біз әлі тіркелген жоқ тауар белгісі. Ал негізінде егер соттың бір кейбір шағымдарын жасап біз соттық іс қозғайтын болсақ, ол кезде сот не үшін қарайды? Біз тіркеуге агентство деп айттым ғой, агенттік, мемлекеттік құқық қорғау агенттігі немесе тауар белгісін қорғау агенттігіне біз документтерімізді, құжаттарымызды тапсырған соң бізге бір қағаз береді, құжат қабылданды деген. Сол құжат негізінде біз осы тарихта, осы күні біз алдын ала тапсырған болсақ, соған негізделуі мүмкін, бірақ сонда да әлі заңды бір құқығымыз қорғалмайды. 1 жылдың ішінде кейін осы тауар белгісі мына компанияның артында тіркелді деген бір қағаз келеді. Сол қағаздың негізінде біз тек Қазақстанда емес, әлемнің 48 мемлекетінде Сабыржан Айрен брендін тауар белгісін тіркеген болатынымыз. Ол халықаралық тауар белгісін қорғайтын бір депозитарий бар, онлайн режимде, оны көрсеңіздер де болады. Оның бір сілтемесі болады. Қай мемлекеттерде Сабыржан Айреннің құқығы қорғалады деген бір құжат. Ал бұл тек тауар белгісі ғана. Ал тауар белгісінің ішінде бізде көріп отырсаңыз, әр жылы көптеген бір дизайндар шығады. Оны қорғау ол бөлек бір мәселе. Ол әрбір дизайнның авторлық құқығы бар. Яғни бізде дизайнер бар. Дизайнер деген ол негізгі автор, дизайнның авторы ол кісі болып саналады. Бізде Қазақстан заңы бойынша кім бірінші сызады, сол авторлық құқыққа ие. Бірақ переуступка деген нәрсе бар. Ол негізгі авторның, дизайнның авторы сол кісі болып есептеледі, ол жеке тұлға. Ал сол дизайнды коммерциялық жолда қолдануға құқық алған, мысалы біздің компания болып есептеледі. Яғни біз дизайнермен сол құжаттың негізінде кейін біз кез келген бізді көшірме жасаған адамдармен іс қозғап, ары қарай өзіміздің құқықтарымызды қорғау мүмкіндігіміз бар.
Ал достар, осымен біздің бизнесті тіркеу және бренд, тауар белгісін тіркеуге қатысты сабағымыз аяқталды. Осы сабақтың астындағы тапсырмаларды орындауды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше. Сіздермен болған Рүстем Ермекбай.